Қайырлы күн достар. Талқан көптеген тағамдарға таптырмайтын шикізат. Одан бұламық, ботқа, атала дайындауға болады. Сондай-ақ сүтке, қаймаққа, сармайға, сорпаға, суға бұлғап желінеді. Талқан аса дәмді әрі құнарлы тамақ. Оны шайға салып ішсеңіз, шай қою болады, әрі тез суиды. Оны жентке де қосады. Талқаннан әзірлейтін тамақты сарталқан немесе майталқан деп атайды. Сарталған дайындағанда талқанды қойдың құйрық майына немесе жылқының майына араластырып, баяу жанған отқа қойып қуырады. Талқанды шекер салып дастарханға құрғақ күйінде қоюға да болады. Оны кебегі көп тазартылмаған бидай ұнынан, екінші немесе үшінші сорт ұннан да әзірлеуге болады. Ол үшін аздап май жағылған қазанға шақтап ұн салып ақырындап қуырады. Қуырылып қызыл күрең тартқан ыстық талқанға сары май және құмшекер қосады. Сонда ол өте дәмді болады. Талқанды кез келген өнімнен, дәнді дақылдан дайындауға болады. Атап айтқанда бидай, сұлы, ұсақ күріш және арпадан жасалады. Бұл күш беретін құнарлы тағам әсіресе балаларға, жүкті әйелдерге, қарттарға аса пайдалы, сіңімді әрі дәмді ас. Талқан тек құнарлы тағам ғана емес, емдік қасиеті мол азық. Ғалымдардың айтуынша, күніне 200 грамм талқан жеген кісі қан аздығы ауруынан құлан таза айығады екен. Ертеде ата-бабаларымыз талқанды сусамыр дертін емдеуге пайдаланған көрінеді. Жалпы ежелден ақ ұлттық тағамдар қатарында талқанның орны ерекше болған. Оны сәбиден бастап қарт кісілерге дейін сүйсініп жеген. Талқан күш-қуат берумен қатар қартаюды баяулатады дейді дәрігерлер. Бидайдан жасалған талқан тез семіртеді, әрі құнарлы ас саналады. Сұлы талқанның құрамында 15% ақуыз және де 7% май, сонымен қатар лецитин бар. Бұл тағам Е және В тобындағы барлық дәруменге бай. Сұлы талқан жесеңіз, иммунитетіңіз көтеріліп, есте сақтау қабілетіңізді арттырады. Тырнақ пен шашты қатайтады. Ал тарыдан жасалған талқан күш-қуат берумен қатар бауырды, алқымның ісігін жақсартып, терлететін қасиетке ие. Ол ісікті кетіріп, тістің ауырғанын да басады. Сонымен қатар иммунитетті көтереді. Оның құрамындағы микроэлементтер сүйекті, тырнақты, шашты қатайтып, жарақаттың тез жазылуына, терінің жақсаруына оң ықпал етеді. Сондай-ақ тары талқаны асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартып, ағзадағы шлактардың шығуына әсер етеді. Құрамында темір және С дәрумені көп болғандықтан, тары талқанын жиі жейтін болсаңыз, қан айналымын жақсартып, қан қысымын реттейді. Сонымен қатар бұл тағам ағзаға қажетті фтор, магний, марганец секілді элементтердің орнын толықтырады. Тары талқанға май, қант және мейіз, кепкен өрік қосып жейтін болсаңыз, бойыңыздағы әлсіздікті жойып, сергектік сыйлайды. Емізулі аналар сүт шайға тары талқанын салып ішсе, сүті молайып қоюланады. Баланың да тамағы тоқ болады екен. Талқан қандағы холестериннің деңгейін төмендетеді, әрі өттегі қышқылдың дұрыс бөлінуіне ықпал етеді. Талқанның құрамында көп мөлшерде кездесетін калий элементі жүректің жұмысын жақсартса, ал темір қан аздықтан құтқарады. Ал фосфор тіс пен тіс жегінің саулығын сақтайды. Талқанды әсіресе ішек-қарын жолдары ауыратындар, қан аздықтан зардап шегетіндер мен жүйкесі шаршағандарға көбірек жеу керек. Достар, ақпарат пайдалы болса, каналға жазылып, лайк баса отырыңыздар.